Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Бүгін сіздерге мен керемет рецепт ұсынатын боламын. Бір қарағанда сондай қиын болып көрінетін рецепт, бірақ шынында мен сіздерге арнайы оңай түрін көрсететін боламын. Өзі нәзік, дәмді болып шығады. Жасалу жолы да аса қиын емес, өте оңай, жеңіл десе де болады. Бізге қажетті ингредиенттердің мөлшерін міндетті түрде видеоның астына қалдырып кетемін. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп аламыз да қантымызды қосамыз. Енді бізге керегі бал. Бал сұйық болу керек. Егер де сіздің үйдегі балдың қанты көп болып, олар қою масса болып тұрса, онда сіздер оны газға 2-3 минутқа қойып, ерітіп, сұйық масса қылып алсаңыздар болады. Аздап сұйық май қосамыз. Ұнымызды аз-аздан қосамыз. Ванильный сахар қосамыз. Сода немесе қопсытқыш қосамыз. Мен өзім сода қостым, себебі сода мен бал араласқанда ол тестаны жақсы көтереді. Корица. Корицаны сіздер қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Егер де корицаның дәмі ұнамаса, онда қосып қажет емес. Негізі корицаны қосатын болсаңыз, ол дәміне бір өзгешелік береді. Және де рулеттің түр-түсіне бір қоңырқайлық түс беретін болады. Сол себепті қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Міне, тестамыз осындай сұйық масса болады. Енді осы сұйық массамызды противенге пергаментті қағаз төсеп, құйып бастаймыз. Осылай бір келкі қыламыз. Ескеретін жайт, біз бұны пешке қоймастан бұрын пешімізді қыздырып аламыз. Шамамен 180 градуста 15-20 минут қана пісіреміз. Қатты күйіп кетпеу керек. Бұл тесто өте жылдам піседі. Сол себепті жанында барынша қарап, бақылап тұрған жөн. Тестамыз пісті. Мен шеттерін бір келкі етіп кесіп қойдым. Себебі шеткі корждары бізге алдағы уақытта әсемдеу үшін қажет болады. Ал енді кремін жасаймыз. Креміне мен 25% қаймақпен сгущенка араластырып қосатын боламын. Бұл кремді қолданудан еш қорықпаңыздар, себебі өзім жасап көрдім. Енді тестамызға кремімізді жағып 15-20 минутқа қалдырып қоямын. Орамаймыз рулетті, себебі тестамыз сәл өзіне кремін тартып, жұмсарып, оралуға келетіндей болу тиіс. Ал біз сол аралықта грецкий орехты ұсақтап дайындаймыз. Енді бұл орехімізді тестамызға себеміз. Үстінен бір қайтара тағы да крем жағамыз. Ескеретін жайт, бір қасық кремді рулеттің үстіне алып қаламыз. Енді біз рулетімізді ақырындап орап бастаймыз. Сындырып алмауымыз керек. Осылай орап, тура осы қалыпта үстінен пищевой пленкамен орап, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді мынау бізде қалған тесто, жаңа шетін бөліп қойдым ғой, сол тесто. Соны біз осылай ұсақтап аламыз. Бұл осындай бархатный болып шығады. Сақтаған кезде тестамыз сондай нәзік болып, лүпілдек болып тұрады. Рулетімізді 1 сағат өткеннен кейін алдық. Осылай астыңғы жағын бетіне қаратып, қалған кремімізді жағатын боламыз. Менде шамамен 1 қасықтай қалды. Жағып болдық. Енді жаңағы дайындаған лүпілдеп тұрған корждарымызды бетіне себеміз.
рулетіміз дайын. Біз бұны бірден кесіп дастархан басына қоя берсек болады, себебі бұл 1 сағаттай холодильникте тұрған болатын. Қараңыздаршы, қалай оңай кесіледі, нәзік өзі. Сондай дәміне келетін болсам, оны айтып жеткізу мүмкін емес. Сол себепті сіздерге жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, алдағы уақытта өте дәмді, сәтті рецепттер күтіңіздер. Сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламын. Лайк басып, өз ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.